Бізде балалар ауруханасында екі бөлім бар. Жарақат бөлімі бар және жарақат пункті бар. Ол не деген нәрсе? Бірінші жарақат алған кезде бала жарақат пунктіне алып, кейін сараптама жасалынады, кейін шешіледі. Бала қайда жататын? Отделение, травматология жарақат бөліміне, нейрохирургия бөліміне, реанимация бөліміне. Қалай құлаған себеп? Баспен құлады ма, аяқпен құлады ма, денесімен құлады ма? Кейбір жағдайлар болады, 1-2 метрліктен құлап, қатты жарақат алуы мүмкін. Кейбір кездері болады, 3-4 этаждан биіктіктен, терезеден құлап қалып, ағашқа жармасып қалып, сөйтіп жағдайлары жеңіл болады. Сізге келіп түскен баланың отаға дейінгі және отадан кейінгі шаралары қандай? Келген кезде бірінші баланың қай жеті жарақаттанған, іш құрылысы ма, бас миы ма, сүйектер сынған ба, онdan қозғалған ба. Егер баланың жағдайы ауыр болған болса, реанимационный залға барып, оған дәрігерлер өздері келеді. И сол жерде тереңірек обследование керек па, керек емес па, диагностикалық УЗИ, рентген, компьютерная томография. И сол кезде уже жедел орташалау қай кезде істелу. Дәл қазір кезде или сәл 1-2 сағат баланың жағдайы тұрақтанғанша күте тұра аламыз ба. Егер ішкі құрылысында қатты қан кетіп қалса, күтудің қажеті жоқ. Егер жай сынық болатын болса, баланың жағдайын стабилизировать етіп, кейін орташалауға жасау болады. Сынықтан түрлері көп, өте ауыр болады, сәл жеңілдеу болады деген. Кейбір балалар болады, 3-4 күннен кейін үйіне шығарып, үйге жібереміз. Кейбір қатты ауыр жарақаттары болатын болса, постоперационное течение деген болады, антибиотика терапия, кейін жай потихонечку реабилитационная терапия, пока баланың өзінің аяғына тұрып, өзіне келгенше көшеде ұстай тұратын жағдайлар болады. Параллельно узкий специалисттар, параллельный специалист, хирургтар, нейрохирургтар, невропатологтар, педиатрлар, қандай мамандар керек болады, соны шақыртып, дальше емін тағайындай береміз.